Мәншүк Мәметова Кеңес одағының батыры атанған тұңғыш қазақ әйелі. Аты аңызға айналған жауынгерлік ерлік жасап, отанының азаттығы үшін 20 жыл өмірін қиды. Мәншүк Мәметованың өмірбаяны тек балалық пен жастық шағын құрайтын алғашқы беттерде аяқталды. Бірақ халық оны ондаған жылдар бойы есте сақтайды. Мәншүк Мәметова Кеңес одағының батыры өмірбаяны Орал губерниясының Жейқұм ауылында, қазір Батыс Қазақстан облысы, Мәнсия деген кедей шаруаның отбасында қыз дүниеге келген. Бұл 1922 жылы 23 қазанда азамат соғысынан кейінгі ауыр кезеңде ашаршылық жылдарында болды. Қыздың әкесі жеңсеналы ауыр науқас болса, Тойылшаның анасы аштықтан жүктілігімен босануы қиынға соқты. Мәнсия атасының үйіне берілу керек еді. Бірақ ата-анасына қонаққа келген әкенің ағасы Ахмет пен жұбайы Әмина Мәметовтер қызды өз отбасына алып кеткен. Осылайша 5 жасында оны асырап алып, жаңа баспана тапты. Бала асырап алған ата-аналар ол кезде Оралда тұрады. Қалада Ахмет Мәметов бас дәрігер, Әмина мұғалім болды. Олардың өз балалары болмады. Олар Мәнсияны сүйіп өсірді. Қара көздері жарқыраған көңілді, бұзық қызды моншақ маржан деп еркелететін сәби Мәншүкті алды. Бәрі оны осылай атай бастады. Оны құжаттарға осылай жазды. Жақсы білім алу үшін Мәметовтердің қыздары сол кездегі Қазақстанның астанасы Алматыға қоныс аударды. Қыз олардың үмітін ақтады. Ол үлгілі мектепте жақсы оқыды. Медициналық институттың жұмысшылар факультетін бітіріп, студент атанды. Соғысқа дейін ол медициналық институтта 2 курстан өтті. Бірақ бақытты өмір 1938 жылы аяқталды. Ахмет Мәметов мыңдаған қуғын сүргінге ұшырағандардың қатарынан табылып атылды. Тек 20 жылдан кейін ол ақталды. Студент оқуымен қатар жұмыс істеді. Ол Қазақ КСР халық комиссарлары кеңесші басшыларының бірінің хатшысы болып жұмысқа орналасты. Бірақ соғыс басталысымен ол майданға аттануды өтініп, 1 жыл бойы военкоматты басып алып, әсерлі арыздар жазды. Оларда бойжеткен соғыса алатын ағалары да, әпкелері де жоқ екенін көрсетті. Сондықтан ол өзінен фашистерді жеңуді сұрады. Ақыры соғыстың 2-ші жылында құрылған 100 атқыштар бригадасының штабына кеңсе қызметкері болып қабылданды. Бригаданың құрамында негізінен қазақтар болды. Мәншүк Мәметова көздеген мақсатына жетті. Қыздың өмірбаяны 1942 жылдың қыркүйегінен бастап майдандағы оқиғаларға толы әскермен байғасты. Көп ұзамай соғысқа дейін дәрігерлік білім алған қызды медбике болып далалық госпитальға ауыстырады. Бірде Мәншүк жаралы адамды таңып жатқанда, жақындап келе жатқан жауларды тоқтату үшін қолына пулемет алуға мәжбүр болды. Осыдан кейін қыз бір ойға ие болды: пулеметші болу. Алдымен ол нұсқаулық бойынша қарудың дизайнын өз бетімен зерттеді. Содан кейін ол пулеметшілерге арналған арнайы курстарға жіберілді. Ер мамандығы да 40 килограмм оқ-дәріні қию қажеттілігі де орны қорқытқан жоқ. Курстардан кейін Мәншүк Мәметова жауынгерлік бөлімшеге пулемет бригадасының командирі болып тағайындалды. Білікті қыз батальонның комсомол ұйымдастырушысы болып сайланды. Көпшіл сарбаздармен тіл табыса білетін қатарлас жауынгер Нұркенмен дос болады. Бірақ екеуі де соғыс уақытында отанға деген сүйіспеншіліктен басқа сезімдерге орын жоқ деп сенді. Олардың Псков облысындағы әскери бөлімі 1943 жылы қазанда ауыр шайқастарда жүргізді. 15 қазандағы шайқас Мәншүк үшін ерлік және соңғы шайқас болды. Аға сержант Мәметова Мәншүк Жиенғали қызына 1944 жылы 1 наурызда қайтыс болғаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы берілді. Мәншүк Мәметова ерлік пен естелік. Калинин майданында Невель қаласы үшін шайқастар болды. Немістер оған көп күш тартты. 1943 жылдың 15 қазанында қаланың шетінде олар ілгерілеуді тоқтату үшін кеңес бөлімшелеріне үздіксіз қарсы шабуылға шықты. Мәншүк Мәметованың пулеметшілер экипажы тиімді жағдайға ие болды. Жаудың шабуылын сол жерден тоқтату ыңғайлы болды. Біздің бөлімшелер шегінуге мәжбүр болғанда, олардың шегінуі пулеметтің атысымен жабылды. Немістердің шабуылына пулеметтер кедергі келтірді. Олар экипаждарды жоюға шешім қабылдады және позицияны минометпен жауып тастады.
Екі экипаждың жауынгерлері қаза тапты. Мәншүк көмекшісі де қаза тапты. Ол жалғыз қалды. Жаулар екі жақтан шабуыл жасады. Бойжеткен 3 пулеметтің арасында кезек-кезек жүгіріп, шабуылдарды жалғыз өзі тойтарды. Содан кейін пулемет экипажына тағы да миномет оғы берілді. Бір фрагмент Мәншүктің басынан ауыр тиді. Ол біраз уақыт есінен танып қалды. Ал оянса, жаулар өте жақын екен. Оның тағы да пулеметтің тұтқасын алып, жауға оқ атуға күші жететін.